Торғай мен тышқан ертегісі. Ертеде торғай мен тышқан дос болыпты. Бір күні екеуі бірігіп егін егеді. Тышқан жерді аяғымен қазады, ал торғай болса тұмсығымен шоқып дән сеуіпті. Егін өте жақсы шығады. Торғай мен тышқан өскен бидайды жинап алып, тең бөлсе бастайды екен. Бір кезде бір бидай артық қалады. Ең соңғы бидайды қайсысы аларын білмей, ақыр соңында жанжал басталады. Торғай тұмсығымен шоқып, ал тышқан тырнағымен тырналай бастайды. Сөйтіп бір-бірімен ұзақ төбелеседі екен. Маңайында екеуін арашалайтын ешкім болмаған соң, бір кезде шаршап барып тоқтайды. Ақыры болмаған соң өздерінің билеріне барып жүгінбек болады. Ең алдымен тышқандар биіне келеді. Тышқандар биі: бұл бидайды тышқан алуға тиіс. Өйткені тышқанның күші көп. Ол тырнағымен жер жыртып, ұртымен бидай септі, дейді тышқандар биі. Бұған торғай келіспеген соң, тышқан екеуі торғайлар биіне келеді. Торғайлар биі былай дейді: бұл бидай торғайдікі. Себебі торғай егінге түскен барлық құртты құртқан. Күнде үстінде ұшып жүріп, егінді күзеткен, дейді. Ал бұған тышқан келіспейді. Екеуі не істерлерін білмей әбден шаршайды, бастары ауырады. Ақыры ойланып, торғай мен тышқан далада қой бағып жүрген бір шалға барады. Торғай мен тышқан шалға барлық болған мән-жайды басынан бастап айтып береді. Шал екеуінің әңгімесін тыңдап, ойлана дәнді алып, екеуіне тең бөліп береді. Бұған торғай да, тышқан да риза болып өз жүндеріне кетеді екен. Осымен ертегіміз аяқталды. Ертегі ұнаса менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Келесі кездескенше.